Не нәрсені таңдар едіңіз? Дененіздің әрбір мүшесі Алла Тағала берген үлкен нығмет. Егер дененіздің қандай да бір бөлігінен айырыласыз десе, қандай нығметтен айырылуды қалар едіңіз? Құлағымды таңда немесе көзіңді таңда десе, тіліңді немесе мұрныңды таңда десе, қолыңды немесе аяғыңды таңда десеші, қайсысын таңдар едіңіз? Жалпы, дененізде қандай да бір кемістік болса, өзіңізді қалай сезінер едіңіз? Оны қайта қайтару мүмкіндігі болса, қандай қадамға барар едіңіз? Көп ақша төлеу арқылы дене мүшеңді қайтара аласың десе, ақшаңызды сарп етер ме едіңіз? Немесе дене мүшеңізді қайтару үшін көп уақытыңызды бір іске бөл десе, бөлер ме едіңіз? Ауыр жұмыс жасау арқылы дене мүшеңізді бүтіндей аласыз десе, жасар ме едіңіз? Әлбетте, дене мүшеңізді қайтару үшін қолдан келгеннің бәрін жасар едіңіз. Алла сізге бүкіл нығметтерді есепсіз беріп, тәніңізді сау, бүтін етті, және ол үшін еш нәрсе талап етіп жатқан жоқ. Тек кішкене ғана уақыт бөліп, Алланың алдында тұрып, намаз оқуды ғана бұйырады. Сонда Алла Тағалаға шүкірлік етіп, аз ғана уақытымызды намаз оқуға арнай алмаймыз ба? Шын мәнінде сізді Алла Тағалаға құлшылық етуден тоқтатып тұрған бірақ нәрсе, ол сіздің өзіңіз. Шүкіршілдерден болыңыз, күн сайын намаз оқыңыз. Ол Алланың берген нығметтеріне шүкірлік әрі ақиретте жетістікке жетуіңізге себеп болады. Және осы дүниенің өзінде деніңіз сау, жүрегіңіз уайым қайғыдан аман болады. Пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, былай дейді: Қиямет күні пенденің амалдарынан есепке ең әуелі намазы алынады. Егер намазы дұрыс болса, онда қалған амалдары да дұрыс болып есептеледі. Ал намазы дұрыс болмаса, онда басқа амалдары да дұрыс болмайды.